Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге вафли әзірлейтін боламын. Ол үшін 4 жұмыртқаны миксермен араластыра отырып, оған ертілген сұйық майымды құямын. Және де қант қосамын. Қант пен сұйық майымды жақсылап ерігенше араластырып, ұныма ванилин қосып, үстіне ұнымды себелеймін. Осылайша біздің вафлиміздің тесті дайын болып қалды. Жақсылап араластырамыз. Ерігенше ұндары дайын болды. Енді біз вафлиді қасықтап осылайша пісіретін боламыз. Біздің вафлиміз дайын болып қалды. Сіздерге де жасауларыңызға кеңес беремін. Дастарханды көтеріп, әдемі қылып тұрады. Міне біздің вафлиміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пудрамен немесе жеміс жидектермен әсемдеуге болады. Сіздермен болған Бекзат. Менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Лайк басып, комментария қалдырып, келесіде тағы да видеолар салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.